міне мына ақсақалдың тағы да бір оқиғасы. Ақсақал жаңа айтып отырсың ғой, шыққан жаңағы томпақ сүйек секілді нәрсені кестіре беруге болмайды деп айттыңыз, иә? Енді сіз жаңа бір оқиғаны айттыңыз. Сонда енді содан кейін қайта екі рет кестіріп, аяғында біз Қазақстанда қолдан келмейді деп Қытайға барғаннан кейін Қытайдың врачтары бекер кестіргесін, тез үйіңе жет деп үйіне келді де 2 күннен қайтыс болды. Ол кестірмеу керек. Ешқашанда кестірмесе, сол кісінің ғұмыры әлде бірнеше жыл қосылушы еді. Онан да күйгізсе, сонда бәне жаны қалушы еді. Содан болып 1 жылға да жетпей ғұмыры жолақ болды. Неше жаста қайтыс болды дедіңіз? 35 жаста. Таныстарыңыз, не айтып отырмын ақсақалдың өзінің жаңағы. Сондықтан достар, денсаулықтарыңызға өздеріңіз мұқият болыңыздар. Және де дәрігерлерге де басқа адамдарға сеніп тапсыруға болмайды. Өзіңіз денсаулығыңызды түсіну керексіздер. Жақсы достар, баршаңыз сәттілік, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мәніп ақсақал, сізге рахмет. Осылай білетін нәрсеңізді елге айта беріңіз. Сау болыңыз, рахмет. Ол сондай болды.